алла бұйырса біздің сіздер сияқты серіктестеріміз көбейе берсін. Алланың нұры барлық үйлеріңізге жаусын. Сетевой маркетингті білесіздер, қазіргі заманда, бұрынғы заманда қиын болса, қазір қиын қарағаса, қазір сетевой маркетингті оңай қарайды, жеңілшілікпен қарайды. Өйткені қазір қарап отырсаңыз, сетевой маркетингті алдау деген қазір уже жоқ. Онда алдаса, қазір ондай бізде жоқ. Біздің компаниямызда шынымен ең бірінші айтатынымыз көшбасшыларымыз да бар. Оларда да шынымен айтқан кезде ешқашан да алдамай, шын таза еңбекпен жүр дейді. Қазақта мақал-мәтел бар емес пе? Еңбегің егіз болса, байлардың сегіз болады. Еңбегің таза болса, қатты болса, татуың тәтті болады. Сондықтан біздің еңбегіміз шынымен тәтті болсын, табысымыз сегіз. Біраздан кейін енді баратмадан тақырып қарсаланып боламыз. Ал құрметті көшбасшылар, ағаларымызда қысқа нұсқа өзінің былайша айтқанда шетелден алып келген энергиясымен бөлісейін деген адамдар. Бір-екі сөзбен. Қайырлы күн, қымбатты барша біздің қонақтар, партнерлар. Біздің Sunlight компаниясында денсаулық бар, басты байлық. Біздің компанияда барлық жаныңызға керектің барлығын табуға болады. Бірақ әрқашанда еңбек ету керек, және мен түнде де айттым, алдымен махаббат керек, өнімді сүю керек, компанияны сүю керек, ешқандай измена болмау керек. Сол кезде барлық керемет болады. Менің өмірімде енді осы Sunlight компаниясы 100%-ға өзгертті. Мен өте қатты жақсы көремін компанияны. И до конца барамын.